Hazreti Омардың өз меншігіндегі жерін Алланың жолында уақыф етуі, Алланың жолында жұмсауы, бұл ең алғашқы дініміздегі ислам тарихындағы ең алғашқы уақыф оқиғасы болған екен. Яғни Алланың жолында өзінің жеке мүлкін Алланың жолына сарф еткен, Алланың жолына берген Хазіреті Омар радиаллаху анху болған, құрметті жамағат. Тіпті Жабир деген сахаба айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабаларының ішінде мал мүлкін, бау бақшасын уақыф қылмаған ешбір сахаба жоқ еді дейді. Яғни өзінің мал мүлкін, бау бақшасын Алланың жолында Хазіреті Омардың осы оқиғасынан кейін бірінен кейін бірі хақ ислам үшін, Алланың разылығы үшін малдарын не қылған, сарф еткен екен.